Сәлеметсіңдер ме, балалар? Математика сабағын бастайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ақиқат немесе жалған пікірлер құру. Сен осы сабақта ақиқат немесе жалған пікіруді құруды үйренесің. Ақиқат немесе жалған пікірлерді ажырата аласың. Балалар, сендерге мынадай сұрақ қойғым келіп тұр. Сендер табиғат аясында демалғанды ұнатасыңдар ма? Ол сендерге несімен ұнайды? Сендер табиғат аясында демалу мәдениетін білесіңдер ме? Жарайсыңдар. Тамаша жауап бердіңдер. Қазақстанның табиғаты сан алуан. Елімізде тау, теңіз, өзен, көл, мұздық, құмды дала бар. Олай болса, табиғатқа шолу жасап өтейік. Табиғат адамның бойына қуат, көңіліне шабыт, сезіміне ләззат, шапағын шашатын сұлулық пен әсемдік әлемі. Баға жетпес байлық. Ол ырыс пен мол қазынаның қайнар көзі. Сондықтан халқымыз табиғат адамзаттың өмір нәрі, қажеттінің табылар содан бәрі деп бекер айтпаған. Табиғат бүкіл тіршілік атаулының алтын ұясы, тал бесігі, өсіп өнер мекені. Табиғаттағы демалыс бұл шын мәнінде жан дүниені таза ауамен сергітуге мүмкіндік алатын, суға жүзіп, түрлі ойын ұйымдастыратын керемет сәт. Қазақстанның табиғаты өте тамаша, ғажап. Балалар, табиғат туралы біраз мағлұмат алдық. Енді негізгі оқу мақсатына көшейік. Ол үшін мына сөйлемдердің қайсысы пікір болып табылатынын анықтайық. Қандай шуақты күн. Бұл лепті сөйлем болып тұр. Бұл сөйлем пікірге жата ма, жоқ әлде жатпай ма? Ойланып көрейік. Жарайсыңдар. Бұл сөйлем пікір емес. 102 мен 4 сандарының көбейтіндісі 408-ге тең. Ойланайық. Бұл пікірге жата ма? Жарайсыңдар. Бұл пікір. Сіз табиғат аясында демалуды ұнатасыз ба? Бұл пікір емес. Астана Қазақстан Республикасының бас қаласы. Жарайсыңдар. Бұл пікір. 8 жұпсан. Дұрыс айтасыңдар. Бұл да пікір екен. Ай жердің серігі. Ойланайық. Жарайсыңдар. Бұл да пікір. 3 және 5 сандары қосындысының мәні 8-ге тең. Бұл да пікір. Сіз театрға бардыңыз ба? Сұраулы сөйлем. Яғни бұл пікір емес. Өтінемін, маған кітапты алып келіңізші. Бұл лепті сөйлем. Ойланайық. Дұрыс айтасыңдар. Бұл пікір емес. Сонымен, жалған немесе ақиқат екендігі туралы нақты айтуға болатын сөйлемді пікір деп атайды. Басқа кез келген сөйлем пікір болып табылмайды. Пікір дұрыс, шындыққа жанасатын, немесе қате, яғни шындыққа жанаспайтын болады. Дұрыс пікірлер математикада ақиқат, ал қате тұжырымдарды жалған деп атайды. Пікір туралы ұғымды түсінген болсақ, балалар, енді математика оқулығындағы екінші тапсырмаға назар аударайық. Бұл тапсырмада пікірлердің ақиқат немесе жалған екенін анықтайық. Табиғат аясында демалғаннан кейін қоқыс заттарды шашып кетуге болады. Бұл
пікірдің қандай түріне жатады? Ойланып көріңдерші. Жарайсыңдар. Бұл жалған пікір екен. Табиғат аясында демалғанда спорттық ойындар ұйымдастыруға болмайды. Бұл пікірдің қай түріне жатады? Ойланайық. Дұрыс айтасыңдар. Бұл жалған пікір. Табиғат аясында демалғанда домбырамен ән салуға болады. Бұл ақиқат пікір. Табиғат аясында демалғанда суға түсуге болмайды. Дұрыс айтасыңдар, бұл жалған пікір. Табиғат аясында демалғаннан кейін жаққан отты сөндіру қажет емес. Жарайсыңдар, бұл жалған пікір. Табиғат аясында демалғанда балық аулауға болады. Әрине, бұл ақиқат пікір. Табиғат аясында демалғанда суретке түсуге болмайды. Дұрыс айтасыңдар, бұл жалған пікір. Табиғат аясында демалғанда атпен серуендеуге болады. Ойланайық. Жарайсыңдар, бұл ақиқат пікір. Енді соңғы пікірді тыңдап көрейік. Табиғат аясында демалғанда қайықпен серуендеуге болмайды. Ойланып көрейікші. Жарайсыңдар. Бұл жалған пікір. Балалар, сендер жалған пікір мен ақиқат пікірді ажырата алады екенсіңдер. Олай болса, оқулығымыздағы 6-шы тапсырмаға назар аударайық. Табиғат аясында демалушыларға арнап спорттық ойындар ұйымдастырылды. 36 адам волейбол ойнауға, одан 2 есе артық адам футбол ойнауға қатысты. Волейбол мен футбол ойнауға қанша адам қатысса, сонша адам эстафеталық ойындарға қатысты. Спорттық ойындарға барлығы неше адам қатысты? Ал енді ойланып, шартын құрып, шығарып көрейік. Ал уақыт кетті. Ал балалар, тапсырманы орындап болсаңдар, экран арқылы өздеріңнің шығарған есептеріңді тексеріп көріңдер. Алдымен шартын тексеріп алайық. Сосын арғарай шығару жолына кірісеміз. Бұл есепті шығару үшін алдымен футбол ойнауға қатысқан балаларды тауып алуымыз керек. Ол үшін көбейту амалын қолданамыз. Яғни 36 мен 2-нің көбейтіндісі 72-ге тең. Сонда футбол ойнауға 72 адам қатысқан екен. Енді келесі сұрағымыз біздің эстафеталық ойындарға қатысқан адамның санын табу. Оны табу үшін қосу амалын қолданамыз. Өйткені волейбол мен футбол ойнауға қанша адам қатысса, сонша адам эстафета ойнауға қатысты. Яғни 36 мен 72-нің қосындысы 108-ге тең. Енді келесі сұрағымыз барлығын табу. Волейбол, футбол, эстафета ойынына қатысқан адамдардың санын табуымыз қажет. Ол үшін қосу амалын қолданамыз. 36 мен 72-нің қосындысына 108-ді қосқанда 216-ға тең. Яғни спорттық ойындарға барлығы 216 адам қатысты. Жарайсыңдар, бұл тапсырманы дұрыс орындаған екенсіңдер. Енді бүгінгі сабақта нені түсініп түсінбегендеріңді SMS әдісі арқылы менің телефоныма белгілеп жіберіңдер. Мына 3 сөйлемнің қайсысын өздеріңе лайықты деп алсаңдар,
сол сөйлемді жазып жібересіңдер. Өте жақсы түсіндім. Мен үшін қызықты болды. Екінші сөйлеміміз: мен сабақты жақсы түсіндім. Келесі тақырып бойынша әлі ізденуім керек. Жақсы балалар, бүгінгі математика сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңдар.